Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге осындай ерекше, әдемі, әрі өте дәмді болып шығатын мерекелік салат жасаймыз. Видеоны қарамастан бұрын каналға тіркеліп қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сонда менің жаңа шыққан видеоларымды бірінші болып көресіздер. Сонымен салатымызды жасауға кірісейік. 150 грамм қайнатылған тауық етін ұсақтап турап аламыз. Петрушканы жуып тазалап, керек емес артық бөліктерін алып тастап, оны да тураймыз. «100 грамм тұздалған қиярды 4 бөлікке етіп тураймыз. Және де жарты қызыл пиязды жіңішке етіп турап шығамыз. Достар, сіздер өз қалауларыңыз бойынша қызыл пияз бен петрушканы қоспасаңыздар да болады. Ал енді қызыл пиязды маринаттаймыз. Стаканға 200 мл су, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қант және 1 шай қасық 70% уксус салып, жақсылап араластырамыз. Пиязды кесеге салып, дайындаған сұйықтықты құямыз. Аздап араластырып, кесенің бетін жауып, 20 минутқа тындырып қоямыз. Пияз дайын болуына 5-10 минут қалған кезде салатты құрастыруға кірісеміз. Үлкендеу тарелкаға осындай қалыпты қойып, ең алдымен тауық етін саламыз. Содан соң майонез жағамыз. Майонезді осындай кондитерлік қапшыққа салып алсаңыздар, ыңғайлы болады. Майонездің үстіне туралған петрушканы саламыз. Қызыл пиязды суынан ажыратып алдық, енді оны да салып шығамыз. Пияздың үстіне майонез жағамыз. Қайнатылған сәбізді үткіштен өткізіп саламыз. Сәбізден кейін тұздалған қияр салып, тағы да майонез жағамыз. Консервіленген жүгері салып, жұмыртқаның ағын үткіштен өткізіп саламыз. Майонез жағып, 150 грамм сырды үткіштен өткізіп саламыз. Майонез жағып, бетін тегістеп шығамыз. Бір жұмыртқаның сарысын бетіне осылай ұсақтап себеміз. Және де мен бұл салатты безендіру үшін анар, зәйтүн, петрушка және укропты қолдандым. Салаттан қалыпты алған соң, тарелканың шетін осылай қағаз майлықпен сүртіп шығамыз. Біздің бүгінгі мерекелік салатымыз да дайын. Сіздерге рецепт ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, дәл осы видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Келесі кездескенше.